Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан құпия масон ұйымының мүшесі болғандығын көпшілігіміз білетін болармыз, бірақ онда мүше болып енуіне не себеп болғандығын біреу білсе, біреу білмес. Бүгінгі видеода осы сұраққа жауап іздеп көрмекпіз. Ресей империясындағы масондық ұйымның тарихы 1906 жылдан басталады. 1905-1906 жылдары Ресей империясында бірінші орыс төңкерісі болды. Сол кезде Ресей империясы конституциялық монархияға көшудің табалдырығында тұрды. Осы кезде Ресей империясының либералдық зиялы қауымы Ресейдегі самодержавиені тек масон ұйымы ғана құлата алатындығына сенді. Сөйтіп, 1906 жылы Санкт-Петерборда темірқазық, ал Мәскеуде қайта өрлеу деген екі ұйым пайда болды. Ал Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан қазақтың ұлттық мемлекетінің шаңырағын қайта көтеруді мақсат етті. Ол Ресейдегі самодержавиені құлатып, федеративтік парламенттік демократиялық республика құрмай, қазақтың өз жерінде ешқашан өзін билеу құқына ие бола алмайтынын білді. Басқаша айтқанда, қазақ көсемі Әлихан отаршыл Ресей империясының өзін түбегейлі реформаламай, Ресейдің құрамында жүріп, автономия алып, жерінің шекарасын заңды түрде белгілеп алмай, қазақ өз алдына дербес мемлекет болуға жете алмайтынын анық сезді. Масондар болса, самодержавиені құлатпай, Ресейді демократиялық елге айналдыру мүмкін болмайтынын түсінген. Осы жерде масондық ұйым мен Әлихан Бөкейханның көзқарасы бір жерден шықты. Ол масондар қозғалысына осы мақсаты үшін кірді. Ол өз пайдасы үшін немесе өзінің атағын шығару үшін кірген жоқ. Ол қазақ халқының құқықтық мәртебесін қалпына келтіріп, қазақты біртіндеп тәуелсіздікке алып шығуды мақсат етті және масондық ұйымға кіргендегі басты мақсаты осы еді. Әлихан Бөкейхан масондыққа Петербург қаласындағы темірқазық ложасында қабылданған және ол ұйымға 1906 жылдан 1917 жылға дейін, яғни 11 жыл мүше болған дегенде дерек бар. Құрметті көрермен, Алаш көсемінің құпия ұйымға кірудегі мақсатының тек қазақ деген ұлттың тәуелсіздігі жолындағы жасаған қадамы болғандығын білдік. Алаш тұлғаларының ел үшін атқарған қызметі айтылуы тиіс, айтыла береді де. Достар, видео ұнаса лайк басып, пікір жазып, арнаға тіркелуіңізді сұраймын. Келесі шығарылымда көріскенше.